Озо шеше, кешігіп жатырмыз. Ал кіре ғой тезірек, бола ғой. Кайыпберген, берман кел балам. Ау аға. Албырай берме балам, албырай берме. Мәртебең бәлен болғайлайым. 1929 жылы бәһәрде Қарақалпақстанның Кегейлі аймағына қараслы кішкене бір ауылдағы Хәкімияз атаның ұлы Қайыпбергеннің отауында ұл бала дүнияға келді. Атасы ауылдың молласына азан айттырып, сенің атың Төлепберген деп құлағына бақыртып ат қойды. Бұл перзент туылғанына бәрше қуанды. Бірақ бұл бала келешекте бүткіл Қарақалпақ халқының ардақлы перзенті болатұғыны ешкімнің қиялына да келген жоқ. Өзбекстан қаһарманы, Өзбекстан һәм Қарақалпақстан республикалары халық жазушысы Төлепберген Қайыпбергенов өткен әсірдің 40-шы жылларынан баслап пайда болған Қарақалпақ прозасын бірнеше әсірлерде қалыптесіп рауажланған дүниялық әдебиатлар қатарына өзінің өмірі давамында жеткізуге еріскен халқымыздың ұлы тұлғасы. Ол өзінің дөреткен әжайып шығармалары менен дүнияға белгілі жазушылар қатарынан орын алды. Атасы Хәкімияз Қарауымбет кәнінен түйелерге дүз жүклеп, Қоңырат, Қожелі базарларында халыққа сатуды кәсіп еткен. Дүздан түскен қаражетпенен бала шағасын баққан. Бір кеткенде бірнеше айда айланып келеді екен. Ақлығы 12-13 жасларға келгенде атасының әкеліп берген әжайып бір сауғасы бір өмір ядында қалды. Ата! Балам дейді. Жаным дейді. Білесең бе балам саған, қандай сауға келдім? Қандай сауға? Мен саған Мәс патша деген дастан әкелдім. Мә балам. Рахмет, ата. Оқи бер балам. Оқи бер. Оқыған адам кем болмайды. Яқшы, ата. Оқимын. Ілім арттыр. Жазушының балалық дәуірі жоқшылық, аш әптедалық һәм екінші жер жүзлік ұрыс дәуіріне тура келді. Елдің бас көтерген азаматларының барлығы ұрысқа кетіп, ауылдағы ауыр минетлер, ғарылар, хаял қызлар һәм жас балаларға қалды. Жас балалар уақытынан бұрын есеюге мәжбүр болды. Сол жыллары Хәкімияз ата той мерекелерге ақылығын ертіп барып, бір майдан болса да қайғы уайымды ұмытайық деп Төлепбергенге дәстан оқытады екен. Жұрт иесі тақтақан, қысымынан халық шулаған, қардар екен қызыңызға, түпте кәрін сорасаң, келіп едім мәс патшадан. Берекетті. Ат шаптым майдан дүзбенен, бағырың еріді сөзбенен, айпарша айым қызыңды, көрмеге анықлап көзбенен, ойлансаңыз құдаң едім, не жұмыста келдің деп, гәплеспедің бізбенен. Сол сөзлерді бір айтып, айланып супы қашады, адымын керіп басады, майданда қайнап юшады, айтарында айтса да, қатты қорқып сасады, адыр таулардан ардақлай беріп қашады, Гүдір құмлардан гүлдіреңлейді басады. Осы дәстанларды кім ойлап шығарады екен ай? Ғарлар қайта тыңласа да, бірінші мәрте тыңлағандай, гә күліп, гә жылап беріліп отырады. Қане енді менде үлкейгенімде дәстан ойлап шығара алсам деп ойлайтұғын едім.
жазушы болуыма осы нәрсе бірінші түрткі болған шығар деп те ойлайман кейде. Төлепберген Қайыпбергеновтың анасы талапшаң һәм жүда қатал инсан болған. Сондықтан әкесіне қарағанда анасынан көбірек сескенеді екен. Бір күні дорбаға зағара, тақан, сөкілерді салып, нәмнәхан азаматсаң, қалаға барып оқы, бір кәсіпті иеле депті. Әне сол күннен бастап туып өскен ауылынан кетіп, өмірде өз соқпағын табу үшін қалаға атланыпты. Дәслеп Қожелдегі педучилищені біткеріп, мектепте мұғалім болып істеген. Соңынан 1955 жылы Қарақалпақ мемлекеттік педагогикалық институтының рус тілі һәм әдебиеті бөлімін біткергеннен кейін Әмудария журналына әдеби қызметкер болып, Қарақалпақстан жазушылар ауқамының жауаплы хаттері, республикалық газеталардың бас редакторы болып істеді. Һәм өзінің дәслепкі секретар, мұғалімге рахмет, соңғы хүжім құсаған шығармалары менен көзге түсе баслайды. Барлық дөретуші инсанлар сияқлы Қайыпбергеновтың да дөретушілік жолы теп-тегіс болған емес. Талай-талай тосқынлықлар болды. Көздің қарашығы романының баспадан шығуға әрпілері теріліп таяр болған уақытында тырнақ астынан кір іздейтұғынлар қарсы пікірлер жазып, шығайын деп тұрған кітаптың әрпілерін шаштырып таслаған. Өзінің дөретушілік арқалы Қарақалпақ халқын бүткіл дүнияға таныстырған жазушы Төлепберген Қайыпберген болғанлығы бұл һәммемізге аян. 50-ші жылдардың орталарынан бастап прозаны раважландыруға белсене кірісті. Қайыпберген 60-ші жылдардың ақырында дерлік біріншілерден болып проза жанрында тарихи темаға қол қойды. Міне білесіздер, 68-ші жылы осы бағдарда Қайыпбергеновтың Қарақалпақ дастанының бірінші кітабы Маманбай әфсанасы пайда болды. Міне 70-ші жылдардың орталарына дейін Қайыпберген бұл романның, Қарақалпақ дастанының, романы эпопеяның бақсызлар, түсінікілер атамасындағы үшінші кітапларында жәмиетшілікке ұсынды. Қайыпберген бұл романымен Қарақалпақ прозасында біріншілерден болып, роман трилогияны, роман эпопеяны жаратып берді. Шыңғыс Айтматовтың осы жерде бір гәпі ядымызға түседі. Төлепберген дейді, сен бұл романларың менен дейді, тек қана Қарақалпақ прозасының тарихында емес, бүткіл түркі халықтар прозасында үлкен жаңалық жараттың дейді. Осы бағалардан келіп шығып, Әділ Якупов та, Абдулла Ариф те Қайыпбергеновтың талантын жоғары бағалай отырып, мәселен Якупов түркі халықтарының арасында теңі тайы жоқ тарихи романс екенін айтса, Якупов Абдулла Ариф айтады, сол қасиетлер арқылы сен Қарақалпақ халқының маңайына біткен таң жұлдызындай шолпан жұлдызсаң дейді. Қарақалпақ қызы романындағы Жұмагүл образы Қарақалпақ қызларының мәртлігін, қайсарлығын, сабырлылығын, мақсатына жетпей тынбайтұғын жігерлігін көрсетті. Һәм бұл шығарма тикарында Өзбекфильм киностудиясы Қайсар қыз атлы көркем фильмді суретке алды. А вы у голодранцев просите. Может, сжалится? Хотел по добру. Бросьте. Ну, буду стрелять. Езжайте. Будь ты проклята! Өткен әсірдің 60-шы жылларының ақырында Төлепберген Қайыпбергенов Қарақалпақ жазушыларынан бірінші болып тарихи шығарма дөретуге бел байлады. Һәм Қарақалпақ халқының тарихын іздертлеп, Қарақалпақ дастаны трилогиясының дөретілуі әдебиятымызда үлкен бұрылыс болды. 1968 жылы бірінші кітабы
Маманби әпсанасы романы шыққанда бүткіл ел оқыды десек, ал жаспаймыз. Халқымыз тарихында үлкен орны бар Маманби образын шеберлікпенен ашып берді. Мәслихат төбедегі Мұрат Шайықтың астарлап айтқан мәслихатлері 2 күннен берлі маған ұйқы бермейді. Ұрулар арасындағы алауыздықты тоқтату аңсат емес. Біреуге пышақ, біреуге балта беріп жүрген құянқылар елдің құтын қашырып жүр. Яқ, соларды іскенжеге алмай, елдің ауызбіршілігін сақлау мүмкін емес. Жетпісінші жыллардың ортасына шекем екінші кітабы «Бақытсызлар» деген атпенен шығып, халық арасында аты әфсанаға айланған Айдос би образын халыққа танытты. Қанымызға жеткері үшін жауабыңызды күтіп тұрман. Хош, не деп барайын? Ей, парасатсыз бенде. Алдыңда отырған адамның кім екенін білесің бе? Мен мәхремменен емес, қанның өзіменен тіккелей сөйлесетұғын Айдос бабаңмын. Қаныңызға айтып барың, жақында өзім алдына барамам. Әжеп болады, баба. Түсініксізлер атыменен шыққан 3-ші кітабы халық батыры Ерназар Алакөз образын тірілтіп берді десек, ғалет болмайды. Алма жеген алпыс би антларын бұзып одырап кетті. Саттымлар. Соның менің халқыма деген жайқындай халласлаған кеулімді қайтарып, Қаратаудай арманларымнан ваз кешеді деп ойлайды ғой. Яқ, еш қашан. Халқым үшін жаным садаға. Ерімбет, Ләббай бияға, сайланды жігітлеріңді таярлап қой. әмес таяр аға. Серімбет, Ләббай, саған да сондай тапсырма. әжеп болады, батыр аға. Қапылда қалмайық, жігітлер. Қапылда қалмайық. Қарақалпақ дастаны трилогиясы үшін жазушы бұрынғы ауған мемлекеттік сыйлығын алуға миясар болды. Тек қана Қайыпберген феномені Қарақалпақ әдебиятының ғана емес, айтайық Қарақалпақ искусствосының, Қарақалпақ көркем өнерінің рауажлануында да орны бар тұлға. Міне мәселен оның шығармалары бойынша істелінген спектакльдер, драмалық шығармалар. Сол айтайық тарихи Маманби, Айдос би, Ерназар би романларының әрқилы трактовкалары. Ұлыма Қайыпберген творчествосының драматургия арқалы, ямаса бір художниклер арқалы сол Қарақалпақ батырларының портреттерінің шығуына да жүдә үлкен түрткі болды. Міне бұл жазушының хақиқи бір таланттың бұл дүнияда өзінің орнын тауып, бір адам мәселен әдебиятқа қандайдыр бір рауажландыруға үлес қосаман дейтұғын болса, Төлепберген аға соны істеп кетті. 1980 жылдан бастап өмірінің ақырына шекем
Қарақалпақстан жазушылар ауқамының бастығы лауазымында іслеп, көплеген шығармалар дөретті, һәм бірнеше шәкіртлер таярлады. Тек қана дөретушілік пенен шұғылланып қоймастан, жәмиетлік іслерге де белсене қатнасып, республиканың, халқымыздың машқалаларын жоғары мінберлерде тұрып, дүния жүзлік көлемге алып шығуға тырысты. Әсіресе Арал машқаласы туралы көп жан күйдірді. Жазушының шығармалары бұрынғы ауқамдағы барлық республикалар тілдеріне аудармаланды. Бұннан тысқары инглиз, түрік, поляк, япон һәм тағы басқа да тілдерге аудармаланып, әрқилы баспаларда жарық көріп, Қарақалпақ әдебиетін дүнияға танытуға өз үлесін қосты. Еліміз ғаресіздікке еріскеннен кейін жазушы жаңаша пікірлеу, жаңа психологиялық көзқарас. Қысқаша айтқанда, Қарақалпақнама роман эссесі, о дүниядағы атама хатлар эссесі менен әдебиятымызға жаңа жанр енгізді. Һәм бұл шығармалар халықаралық Махмуд Қашқари һәм Шолохов сыйлықтарына лайық табылды. Qahar bilan qanday tanishuvni gapirganlar. Abdulla Qahar bilan endi biz uchun eng mahoratli yozuvchilarda ustasi sifatida Abdulla Qahar. U paytda bir sovuq bir tomchi qissalari o'zlariga chiqqan, Qarabağ tilida chiqqanda, endi buni meni o'zbek o'quvchisi qabul qilarmikan, yo'qmikan degan shubha bo'ladi yozuvchida baribir. Tavakkaliga kiradi. Qahar endi ijod bilan band bo'ladi, salom beradi, alik oladi, shunday odamman, shu qo'lizmani ko'rsangiz dedi, ketdi, chiqib ketadi. Ma'qul bo'ldi menga dedi, nimaga juda ham agar ruxsat bersangiz dedi, o'sha hali taglama qilgan yigitning yoniga men ham nomimni qo'yib maqsam dedi. O'sha ikki kishi bo'lamiz dedi. Undan tashqari dedi, shaharga tushaydan paytingiz bormi dedi. Toshkentga. U yerdan orasi ancha bor-ku. Har kim tushunmaydi. Shu mabodo o'sha shaharga tushganingizda, Toshkentga tushganingizda Sharqulizga kirsangiz, Asqat Muxtor bosh muharrir, rahbari o'shanda. So'ra aytingki unga shu meni qissamni Abdulla Qahar tarjima qilyaptilar. Agar mumkin bo'lsa sizga topshirmoqchi ekan. Joyingiz bormi shu yilga qo'yishga dedi. Desa aytadiki, Abdulla aka tarjima qiladi, men joyim bo'lmaydimi dedi. O'zim borib olib kelaman dedi. Tarjima tugadi, tugandan keyin albatta juda katta shu sovuq bir tomchi, o'sha nomni qarang, hamma nomni yo'q. O'shani bergan vaqtim yo'q men. Vaholanki 20 yil emasda o'sha manzaralar ko'z oldimda turibdi. Lekin bu yangi havo olib kiradi adabiyotga, biz umumiy adabiyotimizga, Turkiston adabiyotiga yangi havo kiryapti. Bu bilan endi bizning adabiyotimiz kelajagi. Bu adabiyotda mavzusi kengayapti, nima doirasi. Endi bu bemalol Chingiz bilan belashadigan bitta yozuvchi kirib keladigan bo'ladi. Төлепберген Қайыпбергенов bir necha chet ellerге O'zbekiston жазушылар делегациясын басқарып барды. Барған еллеріне Улума O'zbekiston, Қарақалпақстан мәдениетін, әдебиетін таныстырып, дөретуші инсанлар менен досласып, келешек үшін әдеби байланыстарға тикар салды. Оның пікірлес, кәсіптес достары оғада көп еді. Шыңғыс Айтматов, Роберт Рождественский, Сергей Михалков, Мустай Кәрім, Рима Казакова, Нодар Думбадзе һәм тағы басқада атақлы шайыр жазушылар менен тығыз байланыста һәм достық қатынаста болды. Төлепберген Қайыпбергенов республикамыздың суретлеу өнерінің рауажлануына да өзінің салмақлы үлесін қосты деп айта аламыз. Өзінің дөреткен тарихи романларын безеу үшін жас художник Барлықбай Айтмұратов пенен бірге істесіп, халқымыздың тарихи қаһарманларының келбетлерін, сын-сымбатларын, тұлғаларын қасында отырып сөзбенен суретлеп, портретлерін жаратты. Барлықбай Айтмұратов жазушы менен көп істесудің нәтижесінде Өзбекстан көлемінде үлкен тарихи тұлғаларды дөретуші қылқалем шеберіне айланды. Ол дөреткен атлары әпсанаға айланған Мұрат Шайық, Маманби, Айдос Баба, Ерназар Алакөз, Тумарис, Гүлайым ұсаған қаһарманлар художникті үлкен тарихи қылқалем ұстасына айландырды. Жазушы өз перзентлерін
халық қызметіне жарайтығын ақыллы һәм сауатлы инсанлар етіп тәрбиялады. Үлкен қызы Тамара 40 жылдан аслам республикалық туу үйінде шипакер болып істеп, хәзір хүрметлі дем алыста. Ұлы Әділбек журналист. Әке мирасларын көздің қарашығындай сақлап атыр. Екінші қызы Гүлнара кардиолог шипакер. Халқымыздың денсаулығын қорғауда күш-жігерін аямай істеп атыр. Нұрлыбай болса, Өзбекстан Республикасы Адалат социал-демократиялық партиясы Қарақалпақстан Республикасы кеңесінің басшылығы болып қызмет етіп атыр. Қызы Гүлістан мектепте математикадан сабақ беретұғын мұғалім. Өз білімін шәкіртлерінен аямай, келешекте жақсы қанеге болуға жетеклейді. Генже ұлы Батырбек техника ілімлерінің докторы. Ташкент информациялық технологиялар университеті Нөкіс филиалының директоры. Республикамыздың бүгінгі күні һәм келешегі үшін қанегелер таярлауды мақсат еткен. Қайыпбергеновтың жасаған һәм дөретушілік пенен шұғылланған үйіне барсақ, кітаплар әлеміне кіргендей боламыз. Оның жұмыс істейтін қанасында столы менен креслосы жазушыны күтіп тұрғандай. Осы жерде жазушы өзінің әжайып шығармаларын дөретіп, Қарақалпақ әдебиятын шыңларға көтеруге ерісті. Қарақалпақ әдебиятының барлық машқаласы бір өзінің желкесіне түсіп тұрғандай үзліксіз жазу менен шұғылланды. Ол ұзақ уақыт жазуға кіріскенде сиялы авторучка менен жазатығын болған. Себебі жіңішке шариклі ручка көп жазса қолды тез шаршатады екен. Сондықтан сиялы ручкасы менен сия толы шишелер сол тұрсында тұр. Осының өзі ақ жазушының хәдден зият тынбай жазу менен шұғылланатығын білдіреді. Бұл сөздің дәлелі Қарақалпақпан Тәуекелші мен кітабында бір оқушының «Сіз әр күні жазасыз ба?» деген сұрауына, бұл «Сіз әр күні ауқатланасыз ба?» деген сұрау менен барабар деп жауап берген. Bizni mana shu To'labergen Qayıpbergenov bizning universitetimizga biriktirilishi ham bu juda katta ma'noki, ya'ni To'labergen Qayıpbergenov bosib o'tgan yo'llari, ya'ni qishloq xo'jaligi sohasiga yaqin bo'lganligi uchun, ya'ni mana shu qishloq xo'jaligi sohasida, ya'ni Orol mamlakatda Orolni muammolarini ko'tarib chiqqanligi va u muammolarni bu qo'rqmasdan o'shaligi katta minbarlardan borib o'zlarini bergan tavsiyalari va kitoblari, qo'llanmalari, juda katta bir yozgan tarixiy asarlarini ochig'ini aytish kerak, shu paytgacha o'zimiz ham uncha e'tibor bermagan edik. Nafaqat bu O'zbekiston, balki ulardagi hamkorlarimiz ham mana shunda inson o'tganligini va To'labergen Qayıpbergenovdek inson nima ishlar qilganligini ularda ham bir tanitish maqsadida bu kitoblarni demak tarjimasini qildik. Ayniqsa mana shu yoshlarimiz o'rtasida To'labergen Qayıpbergenovni hozir qaysi yoshimizdan so'rasangiz universitetimizdagi u insonni hayoti to'g'risida bemalol gapira olishi. Bu ham bir juda katta bir imkoniyat bo'ldiki, ya'ni To'labergen Qayıpbergenovni to'liq faoliyati bilan butun talabalarimiz, nafaqat talabalarimiz, balki professor o'qituvchilarimizni ham biz hozir shunday qildikki, ularda ham mana shu narsaga targ'ibot. Hozir mana mahallalarga biriktirish yoki bo'lmasam joylarga chiqamiz, ko'p joylarda maktablarda uchrashuvlar qilamiz va ularda ham biz mana shu masalani qo'ydikki, ya'ni bu insonni kengroq targ'ib qilish maqsadida barcha uchrashuvlarimizda, yoshlar bilan bo'ladigan uchrashuvda albatta To'labergen Qayıpbergenov to'g'risida qisqagina bo'lsa ham ularni hayot faoliyati ijodi bo'yicha biz o'zimizning takliflarimizni va fikrlarimizni aytib o'tamiz. жылы 81 жасында ұлы жазушы, Қарақалпақ халқының ардақлы перзенті,
халқын сүйіп жасаған сөз шебері Төлепберген Қайыпбергенов арамыздан кетті. Перзентлері әкесінің васиятларын орындап, жазушының ата-анасының қабірінен бір түс төменге қойды. Қабірдің күмбезіне 7 перзентті білдіретұғын 7 көз қойды. Һәм өзінің дөреткен ең сайланды кітаплары менен қабірдің ішін безеді. Бұл дүнияда ағам қандай мақсатпен жасап кетті, қандай ойлармен жасады. Сол уақытында нетсем, қарасам, мен сондай шешімге келемін кей уақытында. Бұл 3 нәрсе үшін. Біріншісі отаным деп жасады. Оны екіншісі халқым деп жасады. Үшіншісі әдебиатпенен жасады. Себебі әдебиатпен жасады дегенде мен бір нәрсені есіме түседі. Өмірінің сентябрьде ақырғы күндері әр күні телефонда сөйлесіп тұратын қой, енді ауырыңқырап жатты. Сіңілім құлағының қасына телефонды апарып, мен әдебиаттағы, Ташкенттегі әдебиаттағы уақиялар, қайсы жазушымен ұшырасқанымды, кімді көріп қалғанымды, кім не деп айтқанын, кім сәлем айтқанын айтсам, соған сол уақытында ауруым тоқтайтын еді ағамның. Өзінің қиналғанын тоқтайтын еді. Түрінен қарындасым айтатын еді. Қазір сол уақытында сен сөйлеген уақытында, соларды айтқан уақытында бетінде қуаныш сезімдері бір не сезімдер пайда болды деп. Дүнияда айрым инсанларға екі өмір беріледі. Әммеге емес, ал қалқ үшін хадалый қызмет қылған, бүткіл өмірін қалқ үшін піда еткен ұлы адамларға ғана беріледі. Ташкенттегі Өзбекстанның ең атақлы жазушы шайырларының естеліктері орнатылған қиябанға Төлепберген Қайыпбергеновтың де естелігінің орнатылуы бұл инсанның ұлылығының және бір дәлелі. Жазушының екінші өмірін дауам еттіріп атырған әжайып шығармалары келешек әулетлар үшін да бейбаһа мирас болып қалады.